Білмеймін, мен сіз бұлар қалай сот жүргізейін деп жатқандарын. Сіздердің тараптан қазір адвокаттарыңыз ғана кіріп тұр ма? Адвокат и мен үлкен балам кіріп тұр. Үлкен балам қазір военный жұмыс істеген, ол кісіде допуск бар. Баламды только өзі жалғыз өзі кіргізді. Қазір менің қызымды кіргізбей жатыр. Айкөркем хат келді, кішкентай 4 жасар қыздың артына. Бұл не хат екен деп аштым. Сонда жаңағы сот постановление, что бүгін сот болатын күні. Соған бұлар Айкөркемге хат жіберіп отыр. Міне военный соттың жіберген хаты. Қалай 1,5 жыл бұрын өмірден өтіп кеткен қызға хат жіберіп бұлар. Сол күні қасында болған үлкен қызым Жанел 7 оқ жарақатын алды. Осы күнге дейін шырылдап қызым да жүр. Биліктен қыздың денсаулығы бойынша көмек сұрап бірнеше рет бардым. Бірін әйтеуір өтірік сылтау отпискамен құтылады. Соңғы реабилитационный центрде бір жерге жіберді Алматыда. Сөйтсек ол жерде реабилитационный центр ауру балдарды емдейтін жер екен. Инвалид балдар, дауна, сондай балдар емдейтін жерге мен қызымды сол жерге тықпақшы болғандықтан мен қызымды жерге тастамай алып кеттім. Сөйтіп маған сендерге реабилитация бердік қой, содан отказ беріңдер. Енді не керек сендерге дейді. Это управление здравоохранения город Алматы. Бүгін сотқа шақырды. 13 число 15:00-де сот болады деп. Міне қазір секретардың өзі көздеріңіздің алдында. Сіз кірмейсіз сотқа дейді. Қалай десем, бұйрық судья сөйтіп айтты дейді.